Иосыз, айлесіз, тек қана сертификатпен оқуға түсіп алыпты. Менің достарымның көбісі тапсырды, және көбісі түсті. Иә. Егер мен иос бойынша құдай медицина түспей қалсам, мен осы мамандықпен оқи салуыма болады. Бұл саған как план Б сияқты ғой. Иә, план Б сияқты. Кстати, төленетін ақшасы туралы не деп отыр қанша? 11 мың. Merhaba arkadaşlar. Бүгін 17 апрель. Ол деген сөз бүгін бізде экзамен айлестен көп балл ала аламын деп айта алмаймын. Қиын болатын сияқты. Не де болса да көреміз. Қазір мынау Юкселюш общежитиясына барып жатырмыз. Сол жаққа бала шағаны. Алекс, привет ты. Привет. Да, бала шағаны, телефонды, портмонені, бәрін осы общежитияға тастаймыз. Венераның группаласына. Біз қазір экзамен тапсырып жүрміз. Ал бір студенттер аттестатпен университетке уже түсіп алыпты. Қазір оны ертең бізде сабақ, біздің группаласымыз уже 3 группаласымыз университетке түсіпті. Солардан интервью алам, қалай түсті олар, олай бола ма аттестатпен, оған қандай документтер керек, сол жағында толығырақ сұрайтын болам. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Экзаменнен шықтық. Сұрақтар өте қиын, мен бір 10 балда жинай алмадым ау деймін. Ана математиканың 4 сұрағын қате жауап берсең, бір дұрыс жауабымды алып тастайды екен. Соны біліп, математикадан наугад только 3 қана сұрақтың жауабын жаздым, қалғандарын даже басымды қатырмадым. Сен қанша сұраққа жауап бердің деп ойлайсың? 8-ге ма сондай аққа жауап берген шығар. Осы орайда біз Венераның группаластарына рахмет айтамыз. Біздің балаларымызға қарап берді. Есіңдері кім еді? Санамой, Әйгерім, сендерге көп рахмет. Санамой и Әйгерім. Біздің бала шағаға да рахмет. 2,5 сағат жыламай, бізді іздемей, ойнап, және де общежитиядағы жұмыс істейтін қызметкерлерге де рахмет. Негізі ояққа бала шағаны кіргізуге болмайды екен бөлмеге, бірақ бізді түсініп, жарайды кіргізіңдер деп бөлмелеріне кіргізуге рұқсат берді. Әйтпесе далада жүрсе жаурап қалатын еді, себебі қазір бізде жаңбыр жауып жатыр. Міне достар, кеше біз айлес тапсырып экзаменге барып жүрік. Мына жақта біздің бұрынғы группаласым, бір группада оққанбыз, Архун группасында. Қазір мен басқа группада оқып жатырмын. Сол Архундағы группаластарым несіз банағы иоссыз, айлессіз, тек қана сертификатпен оқуға түсіп алыпты. Қандай? 9 ма? Иә, 9 университетіне, спорттық менеджмент мамандығына. Яғни өзінің мамандығы бойынша. Айтшы, сендер қашан тапсырдыңдар ол нені, экзаменді? Оны біз экзамен емес, оны жалпы біз мектептік аттестатымызбен денклик жасап, денкликпен онлайн тапсырдық сол жаққа. Регистрация жасадыңдар онлайн, ол қазірде ашық па, или бір определенный уақыттар? Жоқ, ол менің есімде болса февральдың бір ортасынан марттың басына дейін болған. Сол кезде біз үлгердік бәріміз жасауға. Менің достарымның көбісі тапсырды, және көбісі түсті. Иә, бірақ жартысы өзінің қалаған мамандығына емес. Сендер оны қайдан білдіңдер, о жақта бана регистрация ашылғанын? Бізге осы жерде сөйледі, регистрация ашылды. Иә. Енді сендерде қалай болады, сен сабаққа не үшін келіп жүрсің, дальнейшее түсіп қойдың ғой, то есть, или бір нәрсе әлі тапсырасыңдар ма? Жоқ, біз әлі сіз сияқты біз бәріміз томер тапсырамыз. Томер тапсырғандан кейін сертификатты алып, өзіміздің бүкіл құжаттарымызды алып университетке барамыз 9 Сендер қазір полный 100% түсіп тұрған жоқсыңдар, бірінші сертификатты күтулерің керексің. Егер томерден аз бал алып қалсаңдар, сертификат алмай қалсаңдар, болды ол кезде түсе алмай қаласыңдар. Түсінікті. Сен танитын қандай мамандықтарға түсті, қандай мамандықтарға отказ шықты, сен білетін? Мен білетінше медицина жағынан бәріне отказ түсті. Сол жалпы және де архитектура жағынан да бәріне отказ шықты. Егер сондай мамандықтар болса, значит тапсырудың қажеті жоқ деген сөз. Иә, олар тек иос арқылы ғана тапсыра алады, түсе алады универге.
По-моему, менің де мамандығымды сөйтіп айтқан, сендер тапсырып жатқан кезде режиссерға тапсырмақшы едім, оған айлас керек деді. Сосын мен тапсырған жоқпын. Міне 9 июльге түскен студенттердің бірі тоже сол Орхун группасында, бұрынғы группамда оқыған группаласым. Сен қазір Орхундасың ба? Иә, ауысып кеттің ба? Орхундасың, иә? Сен қандай мамандыққа түстің? Мен логистикаға түстім. Логистика. Сен де тоже барлықтарын бірге тапсырдыңдар ма? Иә, бәріміз бірге тапсырдық, солай логистикаға түстім. Томерді күтіп жатсың тоже? Иә. Осы 9 июльда қалам деп отырмын бұйырса. Сен, получается, ЙОС-тан отказ бердің ба қазір? Иә. Оқымайсың. Неге? Білмеймін. Тапсыра Осы салмайсың? 9-ға түскім келіп тұр. Тоже Измирде қалған. Мамандық бәрі ұнап тұр, қала, мамандығымның ақшасы жаңағы төленетін. Барлығы ұнап тұр, по идее, Измирде өзім қалғым келген ғой. Кстати, төленетін ақшасы туралы не деп жатыр, қанша? 11 000 лира, это примерно 350 000 теңге. Бір жылға? Иә, жылына. Біздің группада 9 июльге түскен Қаныбек наконец-то сабаққа келді. Не үшін келмей жүрсің, Қаныбек? Түстім болды деп па? Қаныбек, сенен бір-екі сұрақ. Мен кеше уже біліп алдым. Сендер 9 июльге неде тапсырдыңдар, мартта тапсырдыңдар. Мартта тапсырдық. Бұл жерде кеше айтып қалды басқа студенттер. Медицинаға отказ шықты деп. 9 июльде медицина бар ма не? 9 июльде медицина бар, бірақ көбінесе ЙОС-пен қабылдайды. ЙОС-ты білесіз, 85-тен жоғары. Сол үшін олар отказ алды, иә? Сол үшін отказ алды. Мен де негізі өзінің мамандығым медицина. Бірақ енді Қазақстан неше түрлі жағдай болады. Сол себептен былай айтқанда страховка болсын деп мен международный отношения тапсырдым. Мен аттестатым средний балл 5 болды. Түркше 100 болды. 100-ден 100. Сол себеппен түстім. Сен қазір мамандығың международный отношения? Международный отношения түсіп тұрмын қазір. Бірақ егер мен ЙОС бойынша Қазақстан медицинаға түспей қалсам, мен осы мамандықпен оқи салуым болады. Бұл саған как план Б сияқты ғой? Иә, план Б сияқты. Бірақ мен 30 июньға дейін документтерімді тапсырып, полностью документ тапсырып, и бірінші семестрдің ақшасын төлеуім керек. Подожди, сонда бұлай бола ма не? Қазір сен 9 июльге тапсырып тұрып, тағы параллельно басқа да университеттерге тапсыра беруге бола ма? Иә, мен 9 июльге бірақ ЙОС-пен тапсыра алмаймын. Өйткені аттестатпен тапсырып қойдым. Басқасына ЙОС-пен тапсыра аламын, және де аттестатпен қабылдайтын универге де аттестатпен тапсыра аламын. Параллельно істей берсем. Университетте оқу үшін, және де оқыған бойынша университеттен Б2 сертификаты жеткілікті. Және де менің мамандығым ағылшынша болғандықтан, маған ағылшыншадан да TOEFL 75 немесе өздерінің ішкі экзамендарын 65-тен жоғары тапсыруым керек. Университеттің ішкі экзаменін. Сен онда бұйыртса түсіп кет өзің ұнатқан мамандығың. Болмаса осы не международный отношениеде оқи бересің ғой, амал жоқ. Амал жоқ болғанда менің кішкентай кезімнен бала арман дейді ғой, посол болып болған. Кейін мектеп оқып жатқан кезінде медицинаға ауысты. Бұл айтқанда негізі разница жоқ. Бірақ мен өзім Алматыда оқыдым бір жыл медицинаға. Ол жақта ұнамағаннан кейін осында ауыстым. Ал сенен бана июньнің соңына дейін бірінші семестрдің ақшасын төлеуім керекпін дедің ғой, ол қанша теңге? Теңгемен шаққанда қанша төлеуім керексің? Где шамамен 105-110 мың теңгедей. А кейін ары қарай? Кейін тура солай, яғни екінші семестр 105 мың, 110 мың, барлығы примерно 200-210 мың теңгедей. Бір жылдық оқуың? Бір жылдық оқуым. Басқа студенттердің 300 мың деді ғой, әр мамандыққа байланысты? Әр мамандыққа байланысты, және де оқу уақытына байланысты. Кешкі оқу бар жерде. Кешкі арзан болады ма? Кешкі оқу керісінше қымбаттау болады. Азанғы оқу? 2 есе қымбаттау болуы мүмкін. Бауыржан университет туралы көп біледі бізде. 9 июль туралы айтып берші, просто сен білесің ме информация? 9 Измирдегі 5 государственный университет бар, мемлекеттің. Соның біреуі. Измирдегі 5 университеттің 2-еуі Турцияның ең күшті университеттерінің бірі деп есептеледі. 9 июль мен Эге университеті. Бірақ Егені 9 июльден
бір адам үстінде деп есептейді жоғары. Демек оның конституциясымен керек. Мына жігіт, значит, не екен қандай? Жолы болды, шаншысылай, 950-де түсіп алды. Бұйаптаға. Айтсатпен. Енді B2-ні алып алатын жассың, не сертификат? B2 алу. Оңайша. G1 алу керек. Біз болсақ айлес тапсырып жүріп, мына жақта жігіттер молодец әйтеуір. Менің мамандығыма не керек екен? Айлес керек екен. Бұл 2. Бірақ керек. Бірақ айлесте мен төмен баға алдым ғой. Ал мен жалғыз бат шамайым, оған қарайма білмеймін. Мен де 950-де оқығым келеді негізі. Осы Измирде қалғым келеді жалпы. Сіздің мамандық қандай? Режиссура. Егер болса, evet спорт. Егер болса, айлеспен түсем, Измирде қал. Измирде удобный болып тұр бұл жағында. Неге? Погодасы қабағетінде ондай қымбат емес, адам көп емес. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің біраз студентіміз, бізде бір 150-200-ге жуық студенттер бар. Қазақстаннан келген, осы жылы келген. Соның жартысы 70-ге жуық студент мектептегі аттестаттарымен 9 июль университетіне түсіпті. Олар енді томер тапсырады. Томерден B2 уровеньді алса болды. Бәрі айтып жатыр, осы уақытқа дейін де B2 уровеньді алу оңай. Одан кейінгі уровень бар, G1 сол ол уже қиын деп жатыр. Ол 950-ге керек жоқ екен, B2-ні алса барып түседі. То есть бір 95-96%-ке дейін түсіп тұр уже біздің студенттер. Олардың таңдаған мамандықтары, мына мамандықтар, осы мамандықтар, IOS, IELTS керек жоқ. IELTS деген бағанағы магистратураға түсетіндерінікі, IOS деген бакалаврға түсетіндерінікі. Болсыз мына мамандықтарға түсе бересіздер. Егер медицинаға түсетін болсаңыздар, или менің мамандығым режиссура, архитектура, осы мамандықтарға, менің білуімше, осы мамандықтарға IOS магистратураға түсетін болсаңыз, IELTS міндетті түрде керек екен. Бұдан да басқа мамандықтарға IELTS пен IOS керек шығар. Оны банағы Тасари академиядан сұрасаңыздар болады, олар сіздерге айтады, керек па, керек емес па деген сияқты. Или Global Students'тен сұрасаңыздар болады. Жалпы Тасарида жүрген кезде академияның өзі сіздерге қай университетте, қай уақытта регистрация ашылды, соған қай уақытта подавать ету керек, соның бәрін айтып жүреді. Мысалы, қазір біздегі келген шақыру келген студенттерге томерден кейін де ары қарай документтер, қандай документтер тапсыру керек, оның бәрін контролировать етіп, өздері бәрін айтып, түсіндіріп, солай көрсетіп жүр. Біз енді не істейміз? Біз IELTS тапсырдық, результаты өте жақсы деп айта алмаймын, өте аз балл алдым, менің ойымша. Енді олмен түсуге бола ма, болмай ма, енді оны уақыт көрсетеді. Ол туралы міндетті түрде сіздерге айтамын. IELTS-тің балы, IOS-тың балы қаншалықты маңызды деген сияқты. Ендеше алдыда видеолар көп болады, күтеміз, көреміз. Сұрақтарыңыз болса жазамыз. Ендеше сау болыңыздар.